Қазақстан 2050 жылы жасыл экономикаға көшеді, яғни экологияны қорғай отырып, экономикамыз дамиды. Бұл жоба еліміздің ішкі жалпы өнімін 3%-ға ұлғайтып, 500 мың адамды жұмыспен қамтиды. Бүгін қоршаған ортаны қорғау министрі Нұрлан Қаппаров журналистерге жасыл экономикаға көшу жөніндегі тұжырымдаманы таныстырды. Дамыған елдер бұл үрдісті бұрыннан іске асырып келеді. Мәселен, Қазақстанда энергияны тұтынудың бір жылдық шығыны 3-4 миллиард доллар болса, 2030 жылға қарай бұл көрсеткіш 6-10 миллиардқа дейін өсуі мүмкін. Сондықтан баламалы энергия көздерін табу, деградацияға ұшыраған егістік жерлерді қалпына келтіру, қоршаған ортаның тазалығын сақтау бірінші орында тұрған мәселе. Жасыл экономиканың тағы бір алғышарты қатты тұрмыстық қалдықтарды жою. Қазіргі күні қатты қалдықтың 97%-і қоршаған ортаны улап, ашық-шашық жатады. 2030 жылға қарай елді мекендерде тұрмыстық қатты қалдықтарды шығару және санитарлық сақтау үлесі 95% көлеміне жеткізіліп, оларды өңдеу үлесі 2030 жылы 40%, ал 2053 жылы 50%-ды құрау керек.